Бүгін сіздерге қазанның көмегімен үй жағдайында 100% табиғи гидролаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізде ақжелкен гидролаты, яғни петрушканың гидролатын алатын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады бір ғана петрушка. Яғни бір бума петрушканы аласыздар, жақсылап жуып, тазалап, кішкене құрғатып аламыз ханымдар. Енді бұл гидролатқа қажет болады бізге осындай ыдыс. Бұл ыдыстың неге бұл түрін таңдағанды қазір видеоның соңында көретін боласыздар. Және қазан. Барша ыдыстарымызды тазалап аламыз. Міндетті түрде спиртпен және буға да тазалап алсаңыздар болады. Яғни барша микробтарды өлтіреміз, себебі біз гидролатты бетке қолданамыз. Мінекей қазанымызды ашып, жаңағы ыдысымызды дәл қазанның ортасына саламыз. Және де жаңағы кішкене құрғаған петрушкамызды, яғни ақжелкенді осылай айналдыра қойып шығамыз. Ақжелкенді турасаңыздар да болады, немесе осылай целый салуға да болады. Енді қараңыздар, осылай жайғастырып болғаннан кейін осының үстіне ыстық қайнаған суды құясыздар ханымдар. Суымызды құйып болғаннан кейін қазанымызды отқа қоятын боламыз, яғни крышкасын осылай теріс қаратып қоясыздар. Бая отта жаймен пар көтеріледі. Осылай теріс қаратып қойғанда, мына қараңыздар, уже мына бізде мына пар арқылы мына гидролаттар мына ыдысымызға, мына қазанның тұтқасы арқылы ыдысымызға түсіп отырады. Міне осылай жиналады, осылай. Осы тамшы-тамшыдан жиналынған 100% табиғи гидролат. Міне қараңыздар, бұл гидролат ең алдымен даққа өте жақсы көмектеседі ханымдар. Маска орында да қолдансаңыздар болады. Мен өзім бұл гидролатты кремге де, сабынға да қолданам, енді кетіп бетке, яғни шашып жүрсеңіздер де болады. Даққа күшті көмектеседі.